Эфирде заман бүгін февральнан 10 студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Бір кішілік наразылық іштиракшылерінің 5 шекеттен біріні Ишғалжер махкемесі қысмынен қанатлендірді. Дилавер Аблаев 15 бин рублей еріне 10 бин төлемелі шымды бүгінге белгіленген 14 шекеттен 6-сы бақылы. Все было точно так же, как и у других. То есть из всех ряда ходатайств, которые я подавал, по-моему, удовлетворили одну частично. То есть на рассмотрение дел, ознакомление с материалом дела нам дали всего лишь 5 минут. Мы это просто так не будем оставлять, да, то есть это в дальнейшем мы будем уже обжаловать это в Европейский суд, да, то есть ЕСПЧ по правам человека, вот. Ну, а так штраф, да, мы будем платить. Кешкен сені октябрның 14-інде yüзден зейде қырымтатары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылыққа шыққан еді. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкин ишғалжілер қанунсыз митинг олғанны исрар етіп 80 инсанға пара жазасына берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион рублейге етті. Қырымдаки сайлау комиссияларының азаларына қаршы жинай тақиқат башлатмақ Украина сайлаушылар комитеті Қырым прокуратурасына бөле бір талабын айдынлатты. Мартның 18-інде Русияда президент сайлаулары олажақ. Ишғал алтындаки ярмадада рей берілмесі планлаштырылы. Комитет берген мұражатында ярмада сайлауларының тешкіл етілмесінде иштирак етмек қануны бозмақ демек деп қайдетілі. Ал азырда ярмададаки сайлау комиссияларының азалары сайысы 10 бинге етті. Чоқысы Ожави Экомола. Сайлау комиссияларының ішінде иштирак еткен инсанлар есас Украинаға чықып оламаз, биометрик паспорт аламаз ве атта апыз жазасына оғырай біле. Якщо ви погодитесь заробити 5 тисяч рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Милли Межлис рейсі Рифат Чубаровта ярмада сайлауларының тешкіл етілмесінде иштирак етежек инсанлар неге оғырайжағыны айдынлатты. О қанунсыз рей беруіні кечіргенлер жинай месулетлікке чекілежек деп қайдетті. Saylap komisyonda iştirak etmesi demek ki sen Rusya devletine Kırım'da kendi işgalciliğini daha çok derince kuvvetleştirmekine yardım edesin ve haksız alıp varılacak saylavlarda sen de cinayetçi olarak iştirak edesin. Evet. Saylava bilesiniz becermeyip da ya Allah göstermesin boysunup da korkup da kaltırayıp da varıp iştirak etmesi o bir. Ama saylavları hazırlaması, saylavları ötkermesine, işgalcilere yardım etmesi o iki. Ona hiçbirisi aslı Allah göstermesin. Son biz onları kurtarmağa olmak. Украина тышышлерін әзірлігі ишғал олынған Қырымда Украина ватандашы яқаланғанына ресми шекілде таздықламаға талап еті. Түневін ФСБ ярымадда Санки Украин истихбарачысы Константин Давыденко яқаланғанына айдынлатты. Әзірлікте о не себептен яқаланып, қайда тұтылғанына сеслендірмеге чағырдылар. Қырым ишғалжылары қапсыздылық тедбірлеріні құбетлештіріп, яңы яқалауларға ел бережек бөлев қырына Қорчалайжы Ольга Скрипник білдірді. Оның сөздеріне көре Русия құқық қорғаушылары террорист телекесі бар деп, Қырымдаки жемат фааллеріне басқа япажақ. Қорчалайжының фкірінже ФСБ қырымлыларыны тешкіріп экстремист малюмат, эдебият яда тимсаллеріні қыдыражақ, иштимай ағлардаки сайфелеріні көзетежектір. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать.
Қырымда террорист үжімлерінің азырланмасында қабатланып яқаланған Евгений Пановқа тақиқат ile аңлашма тізмеге теклif етілді. Бұны қардашы Игорь Хотелянец білдірді. Ахмеджетеке СИЗОда Евгений Пановқа маневи жеттен басқа япыла екен. Озын Украин диверсанты оларақ танымасына мечбур ете екенлер. Құқық қорғаушылар Панов қабатлы олғаны избатлап оламай. 2016 сенесі август айында Евгений Панов Қырымда яқаланды. Террорист үжімлерінің азырланмасында қабатлана. Следствие там бросало его в камеры с крысами, с клопами, психологическое давление на него оказывало и прочее, прочее. Он от всего этого отказался, выдержал, слава богу, молодец, и сказал, я не собираюсь сотрудничать со следствием. Девлет қайынлігі қачақ аскер олғаны үшін 13 жылы қапыз жезасы. Бөлеуком Киевдеке махкеме сабық Украин арбisi Александр Барановқа шығарды. 2014 сенесі ешғалден сон Рус ордусына қызмет етмеге кечті. Махкемеде Баранов қабатыны танымады. Оны веда бір қайын аскер Максим Одинцовны 2016 сенесі ноябрь айында чоңғар кечіш ноқтасында яқаладылар. Олар esas Украинаға диплом сатып алмақ үшін келе екенлер. Екінші қайын аскерге низбетен махкеме да девам ете. Кереш көпірі құрылмасы Шубе алтында денізде олған көпірінің насып фарватыр қысмында құрылжылар араба yolының екі қысмына құрап оламай. Yollar қауышмақ керек олған ерде 2 метрлі аралық қалған кенарларынан yüksеклігі есе 1 метрге фарқлана. Бұл техники қаталар яда көпір тремелерінің чөккенінен бағлыдыр. Көпір құрылышының фияты $5 миллиард артты. Көпір құрылышының Путиннің досты Аркадий Рутенбергнің шirketi оғыраша. Фоторесам ве Қырым бірдемлігінің фаалі Ситумир Ситумиров азат етілген ватаннан фоторесіміні япмаға арз еті. Оны іші саясында дүния ишғал алтындаки ярмадада нелер олып кечкенні біле. Ситумир Ситумиров басқа алтында қалып Қырымны терк етмеге мejbur olды. Бұл ақта левқамызда тариф етіле. Айретте қалдырған текрарланмас Қырым табиаты. Деңішкен ве тәжіплендірген қара деңіз. Бұл инсан туған юртының дүлберлігі аққында ана бабасындан, балалығындан ешітейді. Ситумир Ситумиров ана бабасының рух күчіне шашқанын айта. Ситумировлар қорантасы ғұрбетліктен ватан Қырымға қайтып, ершейіні яңыдан башламақ үшін күч тапып болды. В Крым мы в 89 году переехали. У меня отец 28 года, пережил депортацию. Мама родилась на 20-й день уже в депортации. Туған бақчысарай манзаралары ве ескі минарелер фоторесім аққында тұшындырды. Ситумир ilk фотоларына телефонға шығарғаныда. Ярышта ғалебе қазанып, еркесіні шашыртты. Бұл іші хан сарайына бағышланғаныда. Когда снимаешь отдельно, скажем, архитектуру, чуть-чуть не хватает красоты. Отдельно, когда снимаешь пейзажи, но если там нет мысли исторической фишечки в виде мечети, в виде какого-то старинного здания, то получается просто красиво, но без мысли. Ситумир Қырым ве сакенлерінің дүлберлігі қында бірчоқ фоторесімні топлады. Бұл ішіні есе ең мұвафақиетлі деп сая. Мұнда салатчық қавесінің сайыбы Марлен Асанов жәмеде ибадет етем. Сидит в мечети, после намаза делает дуа, мольбу Всевышнему, и на него падает с окна красивый луч света. В контексте крымских событий Марлен Асанов стал лучом света для многих людей. Қырым ішғалі Ситумирның яшайшыны ве қайделеріні деңіштірді. О, Қырым бірдемлігі аққорчалайчы тешкілятынен иш тұтып башлады. Тынтуф семеддешлерінің тұтылмасыны шығарғаныда. Бұл фоторесіміні бұтын дүния көрді. Бұйық нешірлер Бақчысарайда Қырым татарларға япылған басқа қында тариф етіп, оны пайлашқаныда. Можно видеть, что какая-то еще робкость была в глазах. Сейчас же, когда ты смотришь на тех, кто приходит на обыски, вот этих силовиков, их глаза стеклянные. Ситумирның фото ве видеолары сайысында дүния Русия ишғал еткен Қырымда нелер олғанына білмеге башлады. Русия құқық қорғаушыларының инсанларны яшқа бақмадан ұрғаны, апске алғаны, тынтуф кечіргені ве махкум еткеніні көрелер. Кешкен сене октябрның 12-сінде ФСБ салатчық қавесіне тынтуф кечірмеге келіп, сайыбы Марлен Асанов ве 5 фаліні тұтқаныда. Оларны террор тешкілятында иштирак етмесінде қабатладылар. Ситумирде айны вазиетке оғрамасы мүмкініді. Бір қача евелсі оның евінде тынтуф кечірілді. Оны есе
сорғуға чектілер. Мои пожилые родители, которые пережили депортацию, столкнулись с тем, что в наш дом ворвалось с автоматами. С автоматчиками там было с полицией, ну, человек 80, наверное, не меньше. Ситумернің техникасы чекіп алынды, жинай іш açıldı. 2012 senesi o ijtimai ағда Rusiyada yasaqlanған teşkilatның timsallerini paylaşkan eken. Ona 2000 ruble para cezası berildi. Ситумернің fikrince Jeremy FSB planının başlangıcı edi. Erkek kişi Kırımda kalsaydı başına bir bela kelmesi mümkün edi. O Kiev'ge köçmege mecbur oldu. Mında Kırım birdemliginin işini devam ettirip, işgalcilerinin yaramadada yapkanlarına dünyaga bildirecek olam. Ситуmer Kırım Dülberligi hakkında foto resimler sergisine hazırlanmağa niyetleне. Бахчисарай очень красив, скалы, горы, леса. В обиходе народ настолько к ним привыкает, что не замечает эту красоту всю. Ситумер Ситумеровның ең büyük arzusu Kırımға қайтып, азат етілген ватанның foto resimini yapmaktır. Хотелось бы сделать какой-то кадр, который бы отразил на фоне нашей исторической каких-то достопримечательностей счастливые лица нашего народа вот на этом фоне. Эльвина Сидбулаева, Никита Проскорин, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберіміз еді эфиріміздің Алина Блохина еле бүгін программасы девамет емен сесілерінен Евбетеке айнымызға қадар салықлашам көрішкенже.